Seni sürmüyor o. Ah. Assalamualaikum ағайын. Біздер қазір Алтын Ордадағы базардамыз. Ағамыз іздеп келгенбіз. Сол табыс сондай 1-2 мың 3 мың күніне тауып тұрмын бала-шаға тамақ қаражаттай. Сол жағдай сондай. Біз таңертеңгісін ағаның үйіне барғанбыз. Ағамыз балаларды мектепке дайындап жатыр екен. Ол кісі балаларды күнделікті таңертең таксимен мектепке шығарып салады екен. Өйткені үй мен мектептің арасы өте алыс. Енді осы жол біз барып қалғаннан кейін балаларды өзіміз мектепке апарып тастадық. Жалпы ағамыз таңертең сағат 4-тің кезінде жұмысқа шығады екен. Аға күндіз жұмыс істеуге болмай ма негізі? Күндіз істеуге болмай жатыр ғой. Бала-шаға обед беру керек. 12-лерде қайтамын үйге. Тамағын берейін деп. Қанша рет шығасыз күніне, аптасына? Аптасына 4 мәрте шығамын. 5 мәрте, 4 мәрте. Бір уақытта кір жуамын, тамақ пісіру керек. Үйдің жұмысы бар. Қадірменді жанашырлар, Темір ағамызды білесіздер, 5 баласымен көмектесейік деп видеосын шығарып едік. Біраз қаражаттар жиналып, ол кісіге қолдаулар көрсетіліп жатыр. Өткенде киіндірдік, қарызын жаптық. Енді сіздердің сұрауларыңыз бойынша үй алып берсек деген ниеттеміз. Сондықтан да сіздерден тағы бір қолдау сұраймыз. Төменде көрсетілген реквизитке қаражаттарыңызды аударсаңыздар, иншалла осы аптада Темір ағамыз бала шағасымен мәре-сәре болып, үйлі болып қалатын шығар. Алла жар болсын, қолдау күтеміз.